Сіздерді татулық пен келісім нұрына малынған 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ең бастысы, ұлтаралық татулықтың арқасында бүгінде ел тыныш, жұрт аман. Осы берекеміз бұзылмағай. Қазақстанда тұратын барша ұлт өкілдерінің айнымас достығына сызат түспесе екен деп тілейміз. Бұл күн әрбір қазақстандық үшін отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық сезімнің, азаматтық борыш пен жалпы ұлттық келісімнің мерекесі. Діні басқа, тілі басқа, тілегі бір шаңырақ астында жиналған ұлт пен ұлыс өкілдерінің ынтымағы, ырысы, байлығы, берекесі болып, татулығы жарасқан біздің елде өмір сүріп жатқаны жүректерге сенім, көңілдерге қуаныш ұялатады. Еліміздегі ұлтаралық татулық әрдайым берік болып, қашанда ынтымақ, бірлік мәңгі жасай берсін. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз.